Мына жерде Месси тарих орындатып жатыр, ал мына жерде Криштиану плей-оффта бірінші голы деген. Бірінші ойыншы, ито пенальтиден деп. Криштиану осындай үлкен ойындарда жарқырай алады ғой, өзінің бір сөзін айтуы мүмкін. Ножницамен гол соғып тепті ғой. Иә, сол гол кірген кезде Алисаға үйтіп алтын доп сенікі деп бере салуға болады еді уже. Өзім жақсы сүйіп көретін тегетірес Холланд пен Биг Габи шортыларына жабысып, соны тағы да көрем деп кәдімгі бүйтіп отырмын. Перишич қалай жүгірді. Сол жерде прессинг істеп жүр, артқа қайтып үлгеріп жатыр, өзі финттер жасайды. Баршаңызға сәлем, сіздермен футбол жолы YouTube арнасы, сіздермен әдеттегідей мен Арслан және біздің қонақтар, жаңа қонақтар Әлімжан және Дидар, әсіресе Қазақстан футболындағы бір өздерін орнын қалдырып кеткен эксперттар деп қалай айтсам, қатты қиын бола ма? Жоқ, қалдырып кеткен жоқпыз, қалдырып жатырмыз. Жай қалдырып жатырмыз. Рахмет шақырғандарыңа. Студия барлығы керемет екен. Жақсы бір футбол туралы әңгіме болады деген ойдамыз енді қазір. Бұл шығарылым біздің спорттық серіктесіміз Олимпиадпен бірге шығарылған. Закрепленный комментарийді сіздер көп ұсыныстар күтеді. Олимп спорт әрқашан көбірек. Енді осы бір ізін суытпай дейді ғой енді. Ең осы турдағы біз күтпеген басты матч болып қалды ғой. Негізі ойладық, Аргентина мыжып кетеді, Кабо Верде деген ойын бір болады деп ойладық. Бірақ та бәріміздің бір таңғалдыратындай ойын болды. Сол матчқа өтсек, өздерің не деп ойлайсыңдар енді бұл ойынға қарап? Аргентина әлсіз ба, Кабо Верде мықты ма деген сияқты? Жалпы енді осы әлем чемпионатына қарайтын болсақ, негізінде осы топтық кезең болсын, әсіресе алғашқы бірінші, екінші тур осы топтық кезеңдегі осындай енді аутсайдер командалар, андердог командалар фавориттерге кәдімгідей қарсыластық танытып жатырды. Бұл жерде де енді Кабо Верде әлем чемпионаты бір ойын екенін түсініп тұр бұлар. Сөйтеді барлығы жиналып, жаңағы одан қасымда Вазинияның керемет тарихы бар, оның жаңағы анасының әкелген өзіне бәріміз қарап, сол Америкада жүріп тіпті өзіміздің мамамыз келгенде қуанып жүрдік қой кәдімгідей. Зор болды білейін дегендей. Шынымен де толықтай жігіттер жиналды, Аргентинаға қарсы ойнады және Аргентинаға қарсы ойнай алу керек екенде біраз алпауыттарға, біраз топтарға, еуропалық клубтарға, енді Аргентинаның сеткісінде еуропалық қазір мүмкін кездесіп қалуы мүмкін дейтін Англияға ғана бар ғой, сол Бразилияға көрсетіп кеткен сияқты. Слаженно команда ойнасақ, бұл ұлттық құраманы тоқтатуға болады дегендей, бірақ енді Месси бар жерде ол енді өте қиын енді сөзін керек. Мессидің қаншама хет-трик жасайтын бір мүмкіндігі болды ғой. Бірінші голын соқты, Вазиня екі соққысын кәдімгідей алып шыққанды көріп отырмыз. Аргентина жалпы мықты ойнады ғой бұл жерде. Кабо Вердені мақтаймыз, бірақ Аргентина сәл сол алға шығып алған кездерінде бір недооценка жасады ма, бір кішкене тоқтап қалатын кездері болды. Аргентина бірінші тайм өте керемет ойнап, сосын Лео Месси гол соққаннан кейін сәл бір босаңсырап қалған сияқты, екінші таймда мүмкіндік беріп қойды Кабо Вердеге. Енді әрине Африкалық құрамада өзін керемет көрсетті осы әлем чемпионатында. Негізі көбісі осы Аргентинаға оңай сетка түсті деп енді бәрі өзімізде сөйтіп айттық, бірақ соның өзінде Кабо Верде бұл сеткада болу үшін ол да еңбектенген команда, керемет өзін топта көрсетті, ешкімге ұтылмай шықты. Қорғанысы мықты екенін, физикалық тұрғыда футболшылары дайын екенін көрсетті. Және бұл жерде Әлімжанмен келісем, негізі сол бір рухтанып, бүйтіп шыққаны өте маңызды болды. Өйткені олар кәдімгідей тарихты сол жерде жазып жатыр. Олардың жаңағы мысалы сол Кабрал гол соққан кезде өзінің қызымен тойлады, трибунаға шығып. Сондай нәрселер бұл негізі сол құрамның күшін көрсетеді, бірлігін көрсетеді. Жігерленіп ойнаған кезде әрине кез келген құрамға қарсы бір ойында нәтиже көрсетпей аласың. Мына жерде де сол өздерінің хэппи-эндіне сәл қалды деп ойлаймын. Мен негізі қазір көбісі андай пікір білдіріп жатыр ғой, Аргентина жеңді, бірақ Кабо Верде ұтылған жоқ деп. Мен сол пікірмен келісем негізі. Ұтылған жоқ, және де хэппи-эндтің керемет қылып жасты деп айтуға болады. Бұл жерде себебі енді Кабо Верде шынымен де бүкіл әлемге өзін көрсетіп отыр. Жақында ғана енді Вазинияның көріп отырмыз, үлкен бір Nike компаниясымен келісімшартқа қол қойған, уже бұл ойыншы 40-қа келсе де сондай үлкен алпауыттар поддержать етіп отыр. Одан қалса оңтүстік Американың бір командасын ұшырып жіберді ғой, мысалға. Топтық кезеңде Уругвай осылардың тобында болды, оны да ұшырып жіберді. Енді жаңағы Дидекеңнің сөзін жалғай кететін болсақ, Аргентина гол соққаннан кейін бір эконом режимге өткен сияқты. Себебі жалпы бүйтіп қарап отырсақ, сеткіде келесі қарсылас Египет. Оны өтіп алса, ар жағында Швейцария мен Колумбия. Оны өтіп алса, Бразилия мен Англия мүмкін сол екеуінің біреу болып қалуы мүмкін. Қазір барлығымыз қарап отырсақ,
сетканың оң жағы сол жағы дейміз, сол жағында бір-бірімен қырылып быт-шыт болып финалға шейін кәдімгідей анандай болады ғой, кино көрген кезде арқасына садақ тиіп кеткен, қолдарын қылыш кесіп кеткен, басынан қан ағып келе жатады да. Ал Аргентина ана жақта свежий андай ше, кәдімгідей олар разгоняться етіп на Чили келетін. Сол сияқты Аргентина ойлады. Неше қазір бір гол соғып алды Месси, Кабо Верде қазір екінші таймда шабуылдайды, бір контратака ұстаймыз деген кезде бәм-бәм. И сонымен Аргентинаға да бұл сол Скалонияға да бір үлкен сабақ болған сияқты. Қазір футболды барлық ойнай алады. Одан қалса екінші африкалық командамен кездеседі, ол енді Кабо Вердеден мықтырақ енді. Әрине, Египет сәл мықтырақ. Көреміз енді қалай болатынын, бірақ мына жерде сол Аргентинаның бір жағы басты планы өтпей қалғаны да сәл өкінішті, өйткені 90 минутты бәрін шешіп тастау керек еді. Олар енді білеміз, бәрібір Аргентина ұлттық құрамасында возрастной игроктар көп. Сол Месси бар, қасындағы даже Родриго де Поль дейтіндер кәдімгі жасқа келіп қалған футболшылар. Олар 120 минут кәдімгі беріліп ойнады, өйткені мына жерде пенальтиға жеткізбеу керек еді, соған қатты тырысты. Енді келесі кезеңде мына жерде демалысты, қатты бір демалыс болмайды, 3 күн сайын ойнайды командалар. Уже 8-ден 1-де соған дейін бір демалып үлгеру керек. Сосын негізі біз айтып едік, Аргентинаға жанкүйерлер керемет қолдау көрсетеді. Мына матч Майамида болды. Майами енді Мессидің қазіргі отаны ғой. Сол жерде сондай болады деп, бірақ Кабо Верде жалпы осы нейтралды жанкүйерлердің бір жүрегіне отырған команда сияқты болды. Мына жерде Кабо Вердеге де бауыр басып отырған. Дидеке сөзің бір жалғай кететін болса, мен енді осы ақш-та болдым ғой, әлем чемпионатында. Жергілікті жанкүйерлермен сөйлескен кезде ақштықтар местныйларды көресің да, сөйтіп барып сұрайсың ғой, сен мысалға Америкадан басқа қандайға болетсіз жанкүйер боласың десе, айтады, маған кім ұнайды, соған не ала саламын. И олар қандай емес, мысалы бүгін Кабо Верде ойнай ма? О дейді да, магазинге барады, Кабо Верденің формасын сатып алады да, барып кәдімгідей бала кезінен с детства за Кабо Верде деп өліп жанкүйер болып қайтады. Сол үшін де шынымен осы әлем чемпионатында көріп отырмыз, Кабо Вердеге жанкүйерлердің саны көбейген. Бізде енді мысалы келесі жыл бүйтін деп қарап жүресің ғой. Не болып отыр екен деген. Мен біраз әлеуметтік желіде біраз пікір оқыдым. Келесі Африка ұлттар кубогында Кабо Вердеге боламын дейтіндер. Ол жерде мүмкін Вазинияда болмайтын шығар, бірақ жалпы алғанда енді Кабо Верде өзін футбол картасына кәдімгідей енгізіп, өз орнын көрсетіп, не істеп кетті. Сосын андай да пікірдер білдіріп жатыр, осы Кабо Верденікіндей бір оқиға болу үшін 48 команда жасау керек еді. Мен онымен келіспеймін. Негізі Кабо Верде 32 команда болса да өтетін құрам. Бірінші орыннан шықты, по-моему. Кімнен осып кетті? Камерун... Іріктеуден ба? Іріктеуден, иә. Сондықтан бұл жерде Кабо Верде 32 команданың ішіне де кәдімгі лайықты. Соны дәлелдеп отыр, енді 16-та бір финалға шығып. Ал Аргентинаға өзінің жаңағы істеген қателіктерінен бір нәтиже алып келіп, вывод жасау керек қой. Бір ойландыратын жағдай болып тұр. Бұл жерде негізі шабуыл өте жақсы Аргентинада, мысалы аттарға көшсек, енді Лаутаро Мартинес бар, Хулиан Альварес бар, бірақ та бұл екі ойыншы біз ойлағанда ойнатқан жоқ та. Гол жағынан, бір командаға береді, көмек жағынан әлі сол 39-да Месси негізге басып тұрған, тартып тұрған ойыншы. Енді Мессиді жауып тастаса, осы екі ойыншы өздеріне ойын ала ма, тарта ала ма деген сияқты бір сұрақ болып тұр да. Келесі Мысырды өтеміз, түсінікті. Бірақ та ана жақтан Колумбияның ойынын көріп тұрық. Колумбия қазір осал емес. Өте жақсы ойын, мысалы шабуылда Луис Диас бар, Суарес бар сияқты жігітті өте көп. Бұл құрамамен кішкене қиындау болады. Сол кезде енді Альварес, Мартинестар өз ойындарын көрсете ала ма? Альварес, Мартинес енді қатты біз маусымда күткендей Альварестің жеке жанкүйер ма? Жеке фанаты, жеке пиар-менеджер отыр мен қасымда. Хулиан Альваресті өте жақсы көретін кісі. Бірақ бұл жерде қарасақ, осыдан 4 жыл бұрын әлем чемпионаты өтті Қатарда. Сол кезде кәдімгідей Мессидің қалай чемпион болғанын білеміз, иә. Родриго де Паульдар кәдімгідей охранник дегенде осы бір лақап-атқа ие болып кеткен еді. Бүгін бір прикол оқып қалдым. Родриго де Паульдан біреу сұраса, сол әлем чемпионаты не істеп жүрсің десе, братан қасында жүрмін ғой дейді. Сол братан қасында жүр. И қазір қарап отырсақ, мысалы анау Месси голын соқты ғой, неге шығарған. Сол кезде де барлығы Мессиге пас береді. Және де енді Мессиді жауып тастау деген дүниені де қазір футболда ешкім Мессиді қалай жабу керек десе де, оған мына былай жабасың деп нақты жауап бере алмайтын сияқты. Иә, түсінікті. Қазіргі заманауи футболда 21 ғасырда персональный опека дейтін бұрындағыдай қатты емес, жарайды сен Мессиге екі ойыншыны қойып қой,
үшіншінің қойып қой, Месси ол үшеуімен де білгенін істей алады және басқа позициялар ашық қалады. Сол үшін де енді қазір көбінесе командалық болып қорғануға тырысады ғой. Ал Лаутаро мен енді Альвареске келетін болсақ, білмеймін, қазір енді көшбасшы Месси болған кезде мен жанымда Месси үшін мен де пас беретін едім Мессиге. Әрине, Не істейсің қақтың яқта гол тұрған кезде ше жанында. Мына ойында да көрінді ғой, негізі Кабо Верде Мессині жауып үлгеріп жүрді да, жаңағы ол Месси ондықтың позициясына ашылып, өзі доппен не істеп, сондай жүретін. Сол жерде жапқан еді, Месси бос кеңістік әйтеуір тауып алды. Бір жаңа алыстан берген пас, өзі бір касаниемен тоқтатып, мысалға гол соққаны мысалы сол аяғына тоқтатты, алыстан асырылған пас қой, тура аяғына астына түсіреді, барлығы ойлап жатты, бұл қазір под левую ойбирать етіп атырады деген кезде ближнеге оң аяғымен зарядить етсат мысалға. Сосын енді Мессидің ойыны жүрмей қалған кезде сол көшбасшы рөлін кім алады? Баяғыда Ди Мария бар еді ғой. Екінші ойыншы басшы. Қазір енді сол бәрінің үміті сол Альварес немесе Мартинестерге, бірақ мына ойында жалпылай команда Аргентина ұлттық құрамасы мықты екенін, команда екенін көрсетіп тұр қайттан. Мысалы матч көрмегендер бір флеш-скор ашып бүйтіп қарайсызса, Мартинес деген пас берді, сосын гол соқты деп көреді да, ол бәрі ойлайды Лаутаро деп. Негізі ол Лисандро Мартинестің істеп берген. Сосын гол соққанда құр Мартинес деп оқиды да, Лаутаро гол соқты, ол Личаға соққан. Ол негізі Лича, бүгін өзін керемет көрсетті, бірақ соның Личаның өзінің де қателігі болды, мысалы гол жіберген кезде анау ауынан допты жіберіп алған. Сондықтан негізі Аргентинаны көбісі осы топтық кезеңде балансы бар команда, бір түсінікті футбол ойнайтын команда екенін айтып отырды. Одан еш өзгерген жоқ сияқты мына ойында. Бірақ өздері де бір сол вывод жасау керек. Негізі әлем чемпионаты болғандықтан бұл жерде әлсіз осал командалар болмайды. Әрқайсысына дайындық керек екен. Сен айтып кеттің, сөзіңе оралсам, Мессидің обработкасы. Обработкасы дейді, сразу ближний уголға тепті, гол соқты. Және осымен бір плавный подводка дейміз ғой. Португалия матчын өтсек, Криштианоның офсайдтан гол соққан кезінде сондай бір ұқсас жағдай болды. Көтерді, бір движениемен обработка істеді. Гол соқты. Енді өкінішке орай кішкентай бір офсайд болып қалды. Сол кезде көрсетіп тұрдық та, екі жігіттер біз әлі мықтымыз, біз әлі істейміз, біз әлі көрсетеміз деген сияқты. Жалпы андай ғой, Арслан, енді көптеген Месси фанаттары бар, Роналду фанаттары, әсіресе осы бұрын Барселона мен Реал ойнайтын кезде көп бір-біріне қарсы шығатын еді. Қазір әлем чемпионатында шамамен бір ширек финалда жолығып қалатын еді дедік. Португалия басқа сияқты еді. Енді финалда жолығып қалады, екеуі бір-бірін жек көріп, Роналду келсе Месси деп, Мессиге Роналду деп жатады ғой. Мен үнемі айтатыным, біз осындай екі футболшының дәуірінде өмір сүріп жатқанымыз, ол бізге кәдімгідей бақытты. Ойлашы, кәдімгідей сен машиналар ғой, гол соғатын ше. Қандай гол болса, кез келген голды, әдемілік болсын, басқа болсын, бәрін соғады. И просто соңғы әлем чемпионатында қазір бір ыру-дыру болмай кайфовать ету керек осылардың ойнап. Бір жағынан кайфовать етесіз, мен енді Роналду фан ретінде айтайын мына жерде. Мен де бәттім, осы Аргентина формасында. Екеуің что-то жек қоятын сияқтысыңдар. Мен Месси бола алмаймын, бірақ мен де Роналдуны жақсы көремін, шынымды айтайын. Месси негізі өз деңгейін көрсетіп жатыр. Месси даже Кабо Вердемен болған матчта кей эпизодтарда бір ускорение жасап, былай өзінің жаңағы несін көрсетті. Ал Криштиану болса, баяғы Криштиану емес екенін қазір көз жетіп отыр. Өйткені біз енді мойындайық, Аль Насрда әр матчын көрмейміз енді. Анда-санда бір чемпиондар лигасының өздерінің Азиясы чемпиондар лигасы финалына шығып қалды деген нәрселерді көрдік. Жалпылай қалай болып жатқанын түсінбей отырдық. Мына жерде қазір көз жетіп отыр. Негізі баяғы Криштиану емес. Өйткені мына матчта әдемі гол, ол жері, ол жағынан енді мастерство не пропьешь дейді ғой. Кез келген бір касаниемен доп ұстап, момент жасап берсе, гол соғалады. Бірақ мына ойында қаншама эпизод болды, Хорватия қысып жатқан кезде негізі Криштиану контр шабуылдарда топ деңгейлі футболшы ғой. Кез келген контр шабуылда бірден қашып не істейді, жүгіріп кететін. Ал мына жерде Криштиану бірнеше эпизодтарда соған пас береді, ол нені шабуылды тоқтата салады. Тоқтап қалады, бүйтіп ары қарайды, бері қарайды. Кей эпизодтарда сол Ляо қашып кетуге мысалы мүмкіндік берген кезде де өзі именно сол зонаны жауып, сондай бір позициялық па, қалай айтсам білмеймін, мен сондай қателіктер болды. Мен соған Криштиануға қатты наразы болып отырмын ол матчта.
бірінші таймда Португалия өз планымен ойнады, жалпы жақсы ойнады, бірақ қайтадан сол нәрсені дәлелдеп отырып, позициялық шабуылда бұл жерде андай өте мықты, дисциплинасы жоғары командаға қарсы өте қиын мүмкіндіктер табу. Сол да Португалия біраз алыстан тепті, биттік көрді, владение ұстап отырды. Бірінші таймда инициатива болды, бірақ нәтиже алып келе алмады. Екінші таймда керісінше Хорватия агрессивно ойнаған кезде Португалия сәл не істерін білмей қалып отты, бірақ контр шабуылдар да істемей отты. Сол жерден мен кімге риза болдым, бас бапкеріне, басында жаңағы халтурит етіп жүрген Витиня мен Бруно Фернандешті алып тастады, құр жаяу жүргендерді. Сосын керек кезде қайтадан баяғы схемаға оралу қажет болған кезде Криштианоны алып тастады. Жалпы енді андай ғой, осы әлем чемпионатының басында біз Португалияны қатты фаворит қылып қойдық қой негізінде. Енді құрамына қарайсың, мына жақта кәдімгідей Невештер бар, Мендеш бар, Витиняң бар, Бруно Фернандеш айырып жүрген, оның бәрі Криштианоға пас береді, мынау латып гол соғып атады, қорғаныста Рубен Диаш, ол не деген состав деп отырдық. Бірақ Португалияда қазір шынымен бір аздап кризис бар екен көрінеді. Себебі топты кезеңде де мысалы қарасақ, мен Хорватия қарсы кризис бар екен көрсетті. Хорватия топтан әрең шыққан команда. Хорватияның кәдімгідей уже жарты құрамы пенсияға кету керек негізінде ше. Уже кетіп те үлгерді, қазір айтамыз ол туралы. Ал неге келетін болсақ, топта Конгомен неше ойнайды? Жарайды, Өзбекстан 5-0. Конго қалай өзін көрсетті мысалы? Жоқ, бірақ енді Португалия сені ойласа, брадан. Ол Англияға сенің ортаңда, ползештаңда екі чемпиондар лигасының соңғы 2 жылдағы чемпион тұрған кезде шашу керексің ғой сен. Паспен. Олар маусымнан шашақ баған сияқты көрініп отыр. Ондай да бар. Бірақ та андай жағдай болды. Бұл ойында Хорватия қанша 4 гол соқты ма? 3-і офсайдпен алып қалды. Офсайдтар чуть деген сөз ғой жерде. Негізі объективно қарасақ, Хорватия Португалиядан екінші таймнан бастап әлдеқайда мықтырақ ойнады. Бірақ сәл оларға жолы болмады. Португалияның наоборот жолы болды. Бұрынғы старая гвардия ғой. Аны тоже бір не атпам, бір мен көріп қойғам. Скелеттер бірін көтеретінін көріп пендер. Влашич пен Модрич көтеріп отырады деген сияқты. Сол бұрынғы ойыншылар ғой. Модрич, Ковачич, Перишич гол соғып. Перишич қалай ойнады? Вот сол салыстырмалы түрде де мысалы Перишич енді Криштианодан қаншада ол? 37-де, 3 жас арасы плюс-минус. Бірақ Перишич қалай жүгірді? Иә, қарсыластың несін жартысында сол жерде прессинг істеп жүр, артқа қайтып үлгеріп жатыр, өзі финттер жасайды, голды соғады, бәрін Перишич істеп жүр. Криштиано сондай объем бермейтіні осы ойында мен көзім жетті. Негізі басқа командаларға қарсы олай қатты глаза бросаться етпеген, даже Колумбиямен болған ойында, өйткені ондай сценарий болған жоқты, сен қысып жатқанда контр шабуылға шығады. Мына жерде Криштиано как будто вообще қашамайтындай көрінді маған. Бірде-бір ұмтылған жоқ бар ғой, қарсыластың несіне ашылу дейтін. Сол бір эпизод болды, әдемі жаңағы шабуылда керемет пас беріп, сол жерде обработка. Бірақ ол жерде көп андай сен жарты поле жүгірмейсің да, сол жерде сәл ненің айбалаңның қасында болатын нәрсе. Ал енді Хорватияға тоқталсақ, я шалдар дейміз, бірақ соның өзінде Хорватия ұлттық құрамасында қосалқы құрамнан шыққан футболшылардың өзінің деңгейін қараса, Йошко Гвардиол шығып жатыр, Пашалич шығып жатыр. Бәрі жұлдыздар ғой, Еуропада күнде көретін футболшылар. Сондықтан енді орта деңгейі Хорватияның өте жоғары деп ойлаймын. Сәл енді сол жолы болмады. Модрич та керемет ойнап берді, мысалы 120 минут. 41 жасында болса да. Ол жақта прессингқа қарамай, толықтай жақсы ойнады. Енді бұл жақта айтатын жағдай болып тұрды. Бәріміз енді айтып кеттік. Роналдоға ауыстыратын бір не жоқ та, оппозиция жоқ та енді. Мықты. Бізде мысалы Франция сияқты Тюрам бар да, Экитики бұрында травма деген сияқты бір альтернатива болса түсінеміз. Бірақ та бұл ойында енді Рамош гол соғып кетті. Шықты, Лео көтерді, мен гол соқтым. Енді біз білеміз, енді Рамош ПСЖ системасынан келген адам, прессингті біледі, жақсы ойнайды, ашылады деген сияқты более жас, активный ойыншы. Енді бұл жақтан келесі енді басты ойын болып тұр ғой енді. Осы бәлкім әлем чемпионатта бір басты ойындардың бірі Португалия, Испания сол кезде енді Рамош бәлкім шығу керек па деген сұрақ болып тұр да. Бұл жерде өйткені қорғанысқа бір прессинг істейтін. Бәлкім Рамош пен Витиня енді бір-бірін біледі ғой. ПСЖ-дан пас жақсырақ өтеді, ашылады деген сияқты. Ол үшін Криш көкемнің эгосына сәл бір жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Бұл жерде андай ғой, өте дұрыс айттың Арслан, негізі. Рамош түсінікті, иә. Қатты бір Испанияға қарсы өте лайықты болатын оппозиция емес, бірақ Рамоштың маусым барысында не істегенін де қарайтын болсақ, отырды ғой қосалқы құрамда.
ПСЖ-да негізі таза шабуылшы жоқ. Иә. Негізі құрамда. Дембеле ол шабуылшы емес. Ол білу керек, айту керек болса ашығынан баяғыдан бері вингер ойнап жүрген бала қазір шабуылшы ойнайды. Мықты болса неғып Рамос сол орын тарта алмайды дегені бұл жерде мен Криштиану үшін сөйлейінші деген. Жоқ, ол сәл Луис Энрикенің схемасы. Схемасы ғой. Одан қалса биыл осы қазір енді Рамос Миланға өтіп кетті. 70 миллионға. 70 миллионға сатшы, қалай 70 миллион? Милан қалай төлейсің деген. Қазір баға сондай енді. Жоқ, баға сондай ғой, бірақ Италия АПЛ түсінемін да. Эвертон, Милан ойлашы, өмір бақи шереп жүреді. Енді амал жоқ, нормально. Сен білесің ғой, мен Милан екінші неме екенін. Олар кезінде Сантьяго Хименеске қанша бір 40 миллиондай құтты да, ол ештеңке істей алмай қалды. Санти жақсы келген еді ғой, Рамошқа. Негізі, иә. Статус жақсы. Білмеймін, Криштиану шығарған дұрыс сияқты, себебі осы жақында бір не көрдім, ана ұлттар лигасының финалы бар, одан қалса әлем чемпионатында соққаны бар, анау айып соққысының керемет орындап, сол үшін Криштиану осындай үлкен ойындарда жарқырай алады ғой, әлі де өзін көрсетеді, сол үшін де өзінің бір сөзін айтуы мүмкін. Бірақ та әлем чемпионаттарында емес қой. Ол лига чемпионатта міндетті түрде өз ойын көрсетеді. Бірінші голын соғып жатыр ғой. Мына жерде Месси тарих орындатып жатыр. 30 ойнады, 20 гол соқты, бірінші көшбасшы. Қатардан 8 матч бойы әлем чемпионатында гол соғып жатыр. Ал мына жерде Криштиану плей-оффта бірінші голы деген бірінші ойыншы пенальтиден деп. 7-7-тен соққан. Иә. Қанша да 6-шы чемпионат мира ғой әлі. Бірінші гол соғып тұр, енді білмеймін. Плей-оффта бірінші. Енді Роналдоның магиясы бұл әлем чемпионатына жетпейді сияқты енді. Жоқ, мына жерде мен сенімен келсем, негізі бастапқы планда Гонсало Рамошты шығарса деп ойлаймын да. Стандарттарға өте жақсы, жаңа забростарға. Сосын сәл қорғаушылар шаршаған кезде Кричтикті бір 65-ші минутта, пожалуйста, фук деп шығара саласын. Енді ол кезде уже Португалия бір 3-0 ұшып жатпаса, Криштианын шығарасын, и ол уже шаршаған, жаңағы енді хотя бы өзімен бірге сол Сауд Арабиясына ойнаған жаңағы Лапорттарды бит Куварси, Кукурелия дейді, бәлелер бар. Бәлелер бар. Кукурелияның ойын көрдік қой енді. Үшінші Кукурелияға енді ойынға қарап жатсыздар ғой сіздер. Негізі бұған дейін де сондай ойыншы болған ол. Просто сіздерге өткеннен кейін енді мұқият қарап жатсыздар да. Біз ол білеміз енді. Әлемдегі бір енді топ 2, топ 3 лев защитник па енді. 5 дейікші. Топ 2, 5. Енді білмеймін енді. 5 нормально. Қазір өсіп қалған шығар. Бұрын негізі 5. Реал Мадридқа өткеннен кейін топ 1-2 деп. Кукурелияны 2022-де көрдік қой, қолына доп тиген кезде. Жоқ, енді үшінші голдағы пас Ойер Сабальға берген, ол да өлмейтін, Реал Сосьедадтан кетпейтін шабуылшы. Бір әдемі паспен гол соғып кетті. Енді осы ойын өте бір қызықты ойын болайын деп тұр. Енді біз білеміз, Лига конференцияның финалы. Переходтар четкий екен. Сразу фук деп Испанияға өтті. Лига конференцияның финалын білеміз, ол кезде Португалия жеңіске жетті. Ең бір басты MVP ойыншы ол кезде болған Нуно Мендеш, өйткені Ямальды толықтай жауып тастады, шабуылға барды, гол соқты. Енді бұл сценарий қайталана ма деген сұрақ болып тұр да, қалай ойлайсыңдар? Бұл енді ұлттар лигасы, енді өзің айттың ғой, жаңағы ұлттар лигасында оның көбісі, ол турнир, оның кубогы бар. Мотивация не та. Ол жаңағы жолдастық кездесудің бір ойындарын. Жоқ, бірақ беріліп ойнады ғой енді. Беріліп ойнайсың ғой енді. Ламин жүрді ғой, мен жыртам Криштиану деп. Көрсетеміз деп. Ламин бұл жол трэштаг айтпау керек. Трэштаг айтса қадалады онда. Соған байланысты барлығы. Білмеймін, өте қызық ойын бар. Шынымен әлем чемпионатын 4 жылда бір келетінде осындай ойын үшін күтеміз ғой. Шынымен топты кезең енді жақсы болды. Қызық ойындар болды, бірақ әлем чемпионаты енді басталып жатыр ғой сөздің. 1-6-тан. 1-8 десек те болады ғой. 1-8-дегі ең мен үшін қызық вывеска осы. Негізі Испания қатты фаворит деп ойлаймын. Кәдімгідей прям бір 70-30 Испанияның шансы, бірақ Португалия енді керемет шебер ойыншылар бар ғой енді. Өзінің ойынын көрсетсе, негізі Испания мен Португалия бұл өзгеше бір географиялық дерби ғой, олар көршілес мемлекеттер бір-бірімен жарысып жүреді дегендей. Сондықтан бұл жерде олар да бір ерекше настроймен кәдімгідей шығады. Сол мен ойлап отырмын, сол көп нәрсе бапкерлердің шешіміне байланысты болады. Енді осыны айтайын деп жатыр. Иә. Бәтан жерде бапкердің аттары бір-біріне сай болмай тұр ғой сол ойын, өкінішке орай. Жоқ, енді мен Де ла Фуэнте кімнен прямо сонша мықты деп ойламаймын. Мынандай ойда, бұл жерде осы әлем чемпионатының басында точно кім екені есімнен шықты, бірақ бір ағылшын эксперті Фердинанд па, Сколз ба біреу айтады, сендер Мартинесті не үшін Португалияның бапкер қыласына түкке жетпейсіңдер дейді. Ол
Бельгияның алтын құрамын, алтын осы буынын, алтын поколениесін шірітті. Мысалға, ары кеткенде 3-ші орын алды. Шірітті болғанда Бельгияға қарсы да топ командалар ойнады ғой. Ол не факт қой. Бельгия ана құраммен кәдімгі алып шығу керек еді ғой. Чемпион Бельгиядан мықты командалар болды сол период. Еврода хотя бы бірден істеу керек еді. Еврода түк істемеді. Әлем чемпионаттары Ресейде 3-ші орын алды, жарайды. И тура қазір қарап отырсақ, Португалияда да сондай құрам ғой. Сондай алтын кәдімгідей сондықта құртады деген, енді ол менің ойымды солай айтып отырмын ғой. Фердинандтың бас қолысының ба біреу. Сен Манчестердің адамдары. Манчестердің адамдары, олар футболшылар топ болды, бірақ эксперт вообще болмайды. Олар маусым бойы жамандамайтын адамдардың бәрін жамандап шыққан. Ондай да бар еді. Робикин әсіресе. Сөйлей береді, соны олардың қатты айтқан сөздеріне мән бермеу керек. Негізі сол мен айтып жатқаным, ол бір андай өзі бір смелость танытып, Криштианмен сөйлесу керек та. Рон, бүгін сені енді қосал құрамнан шық. Сені бір андай секретный оружие болып қолданылайық деп. Соның бір мысын басып, не істесе, өйткені Криштиану заменаға кеткен кезде бәрі күтті, мынау қазір бүйтіп анау несін лақтырып бүйтеді. Криштиану көнді, өзі түсініп жатыр да, мына жерде пайдасы аз болып жатқанын. Сондықтан спокойно не істеп кетті. Если анау Мартинестің сөзі жетсе, Роналду кәдімгі қосал құрамда скамейкадан кәдімгі оған көмектесіп не істеп отырса, командалық бір геймпланмен керемет шықса, Испанияны тоқтатса болады. Луис де ла Фуэнтенің басты күші негізі Испаниядағы өзі сол жинаған құрамда бәрі бір-бірін керемет түсінеді. Ол жақта мысалы Ламин бар, Педри бар, бірақ андай қазіргі таңда супер жұлдыз дейтін статусный ойыншылар сол санаулы ғой. Негізі Родри, Ламин, Педри болды. Дани Ольмо, Ойарсабаль дейтіндер, олар енді такой мынандай деңгейде. Енді Ойарсабаль в принципе топ клубтарда ойнамаған футболшы, бірақ Испания ұлттық құрамасының басты жаңа шабуылшысы осы әлем чемпионатында. Сондықтан олар командалық ойынмен мықты, жалпы өзінің жаңа стилімен мықты, бірақ португалистер дайындалып сондай бір өздерінің жаңа Гонсало Рамос шығарамыз, стандарттарды бейтеміз деген сияқты сондай нәрселермен көзге түссе, шанстар бар деп ойлаймын мен. Енді құраманың жақсы болып тұр, состав ат жағынан мықты болып тұр. Былай енді позициямен салыстыратын болсақ, негізі Португалияның құрамасы мықтырақ негізі былай. Өйткені салыстырсақ, мысалы енді тағаналар командалық ойынмен алып кетіп тұрды. Бірақ та енді бұл жақтан жаңа айтқандай Роналдоға бір авторитет жетпей тұрған сияқты. Өйткені мысалы Бразилияда Анчелотти бар, әр ойыншыға, ей бауырым, қоя тұр, Винисиус болсын, Рафиня болсын, былай ойнау керек, мен айттым, солай істе деген сияқты. Немесе, мысалы, біз бәріміз білеміз, осы әлем чемпионат басталар алдында бір сөз болды. Дембеле Мбаппеға келіп, бауырым, сен осы жолы прессинг істе. Прессинг біз жеңеміз, өйткені бізге бір адам жетіспейді прессингта деген. Сөйтіп, қазір статистика қарап жатырық, Мбаппе Реал Мадридқа қарағанда Франция құрамасында 2 есе көбірек прессинг істейді екен. Қайтадан переход техничный. Францияға кетіп қалды. Четко кетіп отыр. Вообще мабитсі. Сөйтіп, енді ақырында басты фаворит болып тұр ойын. Осы андай бір мемдері болып тұр интернетте. Енді құрамасы тым мықты екен, ойын соларды ауыстырайық деген ше. Қайдан жинайықтар, болмайды деген ше. Кімде айтып қалды? Златан Ибрагимович, енді өзін білеміз, оның эгосы өте мықты ойыншы бар. Ешкімді мойындамайды, солай тұр. Қазір әлемде топ 5 мықты ойыншы бар. Соның 3-і Францияның атакасының Алисе, Дембеле, Мбаппе. Біз енді ойладық, бұлар басталған кезде менің бір ойым болды. Реалдағы сияқты Винисиус, Мбаппе сияқты бір-біріне мешать етіп, бір-біріне допталып, бермей, перетяжка болады деп ше. Бір жақта қазір керемет ойым болды. Бұл енді Дидье Дешамның қосқан үлесі деп ойлаймын. Ол өте авторитетті кісі ғой, енді әлем чемпионатын ұтқан, сондықтан Францияда өте авторитет. Иә, өте авторитет. Оның жаңағы историясы да бар, енді анасы қайтыс болғаннан кейін оған қазір ешкім сөз өткізе алмайды. Бірақ ішкі атмосферадағы, ішкі раздевалкадағы атмосферасы да өте кереметті. Өйткені анау Мбаппенің өзіне бәрі прикол ұстап жүр. Мбаппе де оны өзі қолдап жүр. Мабуту өзі соққандар үйістіп па? Иә, сол енді Мбаппе де өз эгосын тыйып, мысалы, анау ойын өте маңызды болды да, Мбаппе өзі Дембелеге ассист жасап беріп, Дембеледе хет-трик жасап, оның алдында Мбаппе мысалы гол істеп жатыр. Бірақ қазір көбісі айтып жатыр, негізі осы құрамның ең мықты ойыншысы ол Алисе деп. Мен сонымен келсем. Мбаппе базар жоқ болын сол, анау Алисе істейтін нәрсесі енді Алисе
бұл жаңағы Месси сияқты енді ондықтың позициясында ойнайтын футболшылардың бір жаңа трансформациясы сияқты. Ол физикалық тұрғыдан да мықты. Жүгіріп береді, прессинг жасайды, бәрін істейді, бірақ соның өзінде еще пас жасайды, магиясы бар, өте тонкий футболшы, керек жерде гол бере алады, керек жерде жаңағы қорғанысты ашып береді. Ол Алисаның деңгейі просто потол. Мысалы, неге Райан Шерки шықпайды дейді да, бәрі қазір Шерки туралы да бір тема қозғалды. Шерки базар жоқ, өте жоғары деңгей футболшы, ағылшын премьер-лигасын өзін көрсетіп қалды, бірақ енді андай сенде ана жерде Олисе солай ойнап жүргенде никак сен шығармайсың ана жерде. Тек қана бірақ не болып тұр ғой енді позиция неге ауысатын, ол дуэ мен Баркаля болып тұр. Әр ойын сайын екеуі ауысып, енді шыққан сайын гол соғып тұр, әде. Енді бұл жерде үш ойыншыға ешқандай не жоқты, альтернатива сен ауыстырамайсың. Маркус Thuрамның өзі мысалы шықпай жүргенде Шеркиге вообще сөйлемеу керек. Бұл жерде қалай сөйлейсің, енді мысалы Алиса қазіргі әлем чемпионаттағы MVP сияқты. Осы әлемше ең мықты, оппозиция өте жақсы болды. Берген пастар, білмеймін, Мбаппеға берген сызып берген пастар, өзінің ойыны жаңа айтқан сияқты. Бір өкінішті орай ана ножницамен гол соғып тепті ғой. Сол гол кірген кезде Алисаға үйтіп алтын доп сенікі деп бере салуға болады уже. Енді соған қарап Франция енді өте мықты болып тұр. Және Францияны біз білеміз, қорғанысы да мықты да. Енді осы ойынға қарап, енді мен түсініп жатырмын, неге Чаумениді көп салғысы келеді. Эмю енді 100 миллион беремін деп жатыр, анау деп жатыр. Енді осы полузащитадан бір стап тұрған соңғы опорник болып тұр ғой. Чаумени 100 миллионға подарка ғой. Мені өтпесіне деп тұр. Ана жерде енді Рабио бар, бокстың жақсы ойыншы, флангтағы ойыншылар, мысалы қорғаныстағы. Жоқ, енді Францияның әрбір позициясына қарасақ, барлығы атлет қой. Атлет жүгіріп берсең жүгіріп береді, итеріс өте тәжірибелі ғой. Қазір бәрі сол тәжірибе жинап берді. Өздерінің бір праймдарына жақын жаңағы уақытта болып жүрген ойыншылар. Қарасақ, мысалы қазір Еуропадағы ең үздік футбол көрсетіп жүрген командаларда бәрі да, мысалы Салиба Арсеналда, оның жанында Упамекано, Баварияның ойыны қандай керемет. Жүлкінде жарайды, Люка дейін де енді айтайық Еуропа лигасының чемпионы дейік. Меньян қаншама жылдар бойы Миланның, Чуамени жаңа Реалда, Рабиода өзінің орнын, Марсель қалай керемет ойнап жүр. Негізінде биыл Франция чемпионатында шабуылдағы ойыншылар айтудың қажеті жоқ ше. Кәдімгідей бүкіл әлемде өзіне қаратып, Еуропадағы бүкіл хайлайттарда жүрген, бүкіл хедлайнер, ньюсмейкер болып жүрген осы жігіттер ғой. Сол үшін де Францияның әрбір құрамы енді ол әрбір ойыншы. Сөйтіп мақтап отқан кезде Парагвайдан қадалып қалса енді осы жерде Франция екінші құрамасын алып, ана сетка лақтап жесек, ол финалға жететін сияқты. Негізі сол құрамамен бытшын шығарып, финалға жетіп алады. Енді шерекке шығып қалады ғой. Енді басты фаворит болып тұр енді. Жаңа сен айтқан сияқты Парагвай енді осы әлем чемпионаттағы басты сенсация болды ғой енді. Ешкім күтпеген. Біз ойладық енді. Мен негізі бұл матч қараған жоқпын. Ойладым, не үшін қараймын? Парагвайдың мен Германияның ойыны бір Германия өтеді. Келесі раундта біз Франция мен Германияның бір өте қызықты бір сценадағы болған бір соғыстың қайталауын көреміз ба деген сияқты болды. Бірақ та бәріміздің бір қуантады маған жағдай енді. Негізі осы әр әлем чемпионатында бір андердогқа бәлкелесің ғой, негізі осыны құрамаға жанкүйер болмасаң, Парагвайдың жеңісі. Бұл енді Эквадор емес, құрамасы мықты, Уругвай емес. Парагвайда біз білетін бір кім бар? Альмирон бар, кім бар? Энсиси қазір неде жүрген. Бартында өткізді, не Страсбургда жүрген. Бұл составпен Германияны жеңіп кетті. Және енді көбісі айтып жатыр, Германия бұл мықты состав емес, анау мынау деп жатыр. Бапкердің өзі айтты ғой, бұл негізі біздің футболшыларда мен қалай матчқа настроить еттім. Олар өзінің жаңағы айналасына қарап, жаңағы қалай осындай деңгейге қалай жеткенін есте сақтап жүру керек. Олар кезінде өздерінің жаңа райондарында бутсыға ақша жетпей, допқа ақша жетпей, сөйтіп өзі өмір көрген балалар дейді да. Енді бұлар үшін көше көрген балалар. Көше көрген балалар. Жалаң аяқ ойнағанбыз деген. Жалаң аяқ ойнаған, олар үшін бұл кәдімгі жаңа принципиалды нәрсе, сондықтан олар шықты. Ал мысалы салыстырмалы түрде Германия ұлттық құрамасындағы болған жұлдыздардың бәрі енді плюс-минус нормальный өмір сүрген, жаңа комфортта. Жаңа былай айтты ғой жаңа. Керемет Еуропалық академияларда. Еуропаның ең үздік академиялардың түлектері. Біздер көшеде жалаң аяқ ойнап жүргенде. Сондықтан негізі бұл жерде енді қазір бәрі Юлиан Нагельсманды сынап жатыр. Соның да қателігі деп ойлаймын. Геймплан өте... Жалпы Германияның мысалы ойыннан кейін Йозеф Кимихті айтты ғой. Жалпы бізді қараңыздар, топтық кезеңде қалай ойнадық.
бір бас жоғары командамыз, оңай жүріп өту керек едік, барлығын оңай ұтуымыз керек еді, бірақ біз қиналдық. Түсінікті, бірінші ойында жаңағы жеңді, қырғын ойбай 7-1 ау деді, бірақ одан кейінгі ойындарында нашар. Және тура соның көрсеткіші міне енді. Жоқ, басты мәселе жартылай қорғаушы жоқ қазір топ деңгейде. Мысалы ол Штиллерді көрді бір ойында, ол да өзін көрсете алмады. Сосын ана кім Станишич па? Павлович. Сол екеуін шатастырып өмірі бар. Немечемен Павлович. Иә, сол Павловичқа мысалы. Павлович десе бір неміс деп ойламайсың. Иә. Тони Кросстың рөлін беріп қояды да оған. Енді ол да плюс-минус сондай футболшы, бірақ ол сондай деңгейде допты жүргізе алатын футболшы емес. Кимих болса оң қаптал жауып жүрді, өйткені оң қапталда ойыншы жоқ оларды. Просто сол үшін Кимихті сол жерде шығарып жүр. Сондай мәселелер қатты ауыр тиді деп ойлаймын. Сосын басты жұлдыздар Флориан Виртс еще более-менее ойнаса, мысалы Джамал Мусиалалар просто шайып жүрді ғой енді. Хаверс жақсы ойын көрсетті негізінде. Хаверс әлем чемпионатына өз деңгейінде. Бірақ та енді бұл енді составты қанша сөксек та енді мықты ойыншы жоқ дегенмен Парагвай ғой енді. Алдында бұл емес та мен бір түсінемін, бір Кот д'Ивуар болса, Норвегия болса, мықты топ 5-те ойнап жүрген ойыншылар болса, түсінемін. Бұл жақта енді көбісі Латын Америкадағы, бір Колумбиядағы, Мексикадағы, бір Парагвай лигасында ойнап жүрген ойыншылар. Бір 2-3 ойыншы бар, топ 5-тен келген, бірақ та міндетті түрде сен бұл құраманы өту керексің. Бір Вирс бүткіл Парагвайдан бір 2 есе, 3 есе құрамадан қымбаттырақ. Осыған қарап енді білмеймін, енді міндетті түрде бір Германияның тактикасына келген кезде бірінге өзгерту керек. Бұл құрама енді келесі әлем чемпионатына дайындалу керек сияқты ғой. Енді өзгеріс бірден қазір айтылып жатыр ғой, Нагельсман жұмыстан кетті. Юрген Клоп келіп қалуы мүмкін деді, потому что оны Фабрицио Романо да еще Хьюго Сон деп жазып жатқан. Юрген Клоп келсе, жинап қайтадан барлығын. Жалпы Германия футболында енді шынымен бұрыннан енді бір Клозеден кейін бір қырғын шабуылшы көрген жоқпыз ғой. Непонятнылар ғой андай. Баяғыда мысалы Германия ұлттық құрамасы жұлдызды болмаса да, бірақ олар андай до конца ойнайтын команда еді. Неміс марша, олар по-любому сен білесің, қалай ойнаса да полуфиналға дейін минимум жетеді деп. Қазіргі мынау ұлттық құрама өйткені қатарынан провал болып келе жатыр. Олардікі бірнеше үлкен додалар сол соңғы рет сол жеңгеннен кейін 2014-те жеңді ма? Содан бері кез келген Евро болсын. Еврода енді нормально ойнады, Испанияға. Сол последний турнир более-мен сол үшін ғой Нагельсманға сенім білдіреді. Өз жерінде өтті ғой. Иә. Енді мына жерде бір айтатын жағдай не сияқты, Германияның қазіргі моральный составляющий дейміз ғой, өздеріне сенімсіздік жоқ. Өйткені одан неден білеміз? Бұрынғы составтан андай ғой, Томас Мюллер, Кросс деген андай атылып тұратын ойыншыларды дейтін. Бұл жердегі Кимих қана бар. Және ең басты жағдай бір қауесет шықты ғой, 5-ші ең соңғы тебетін кезде ешкім тепкісі келмеді, бәрі қорықты. Ешкім өзіне не алғысы келмеді, жүк алғысы келмеді. Содан амал жоқ Джонатан Та. Ол Джонатан Та өзінің профессионалдық карьерасында өмірінде бір рет теппеген ойыншы болып. Негізі оны пенальтиға де жеткізбеу керек қой. Мысалы, Лерой Санені қазір бәрі көміп жатыр, негізі өте орынды деп ойлаймын. Жалпы оны шақырмай қоятындай деңгей. Жалпы реализациясы нашар. Өте нашар. Жаман один в один даже алдай алмай жүр ғой ана жерде ойыншынды. Оны именно тактикасы сондай болды. Сол жағынан да түсінбеймін да. Мысалы, оны бірге бір жаңа изоляция қалдыра береді, қайта-қайта соған пас береді, ол өтемайды ғой. Бір обводка жасамаған ғой сол ойында Парагвайға қарсы. Ұят қой сен Германия ұлттық құрамасының вингері болып жүрсің да. Лерой Сане сондықтан болды. Негізі Ленард Карль болып қалса, мүмкін ол жағда болмай қалды деген. Сол Карль анау баяғы Ройстың жолын қуып кетпесе деп отыр. Енді ақырындап бір тез-тез басты фавориттер өтіп кетсек, қалған бұл жерде біз Бразилия мен Англия қалды. Біз бір сағатта сүріп қансақпыз енді. Соған қарағанда сол басты командалар айтып кетсек, осылардың ойындарына және болашақта қандай ойын көрсете алады дегеніміз. Көрдік, Бразилияның ойыны кішкене бір ойландыратындай бір жағдай болды енді. Жапония болды, Жапония мықты, міндетті түрде өмір андай скважинный команда, прессинг, дисциплина дейміз, міндетті түрде шауып береді. Бірақ өкінішке қарай әр әлем чемпионатында бір 90-шы минуттарда гол өткізіп алады, ұшып кетеді. Бұл жағы сондай болды. Мартинелли соқты. Енді өздерінің ойларын Бразилияның ойын туралы не дейсіңдер? Бразилия жалпы жақсы. Бұл жерден Винисиус қазір басты жұлдыз болып жүр ғой. Кәдімгідей жақсы. Қайтадан Папа Карломен қосылып алып, екеуі зор танып. Рафиня жоқ өкінішке. Рафинияның жарақат алып қалғанын да көріп отырмыз.
бұл жерде қайтадан сұрақ, мен жалпы әлем чемпионатының басында бір үлкен наразылық білдіргенмін. Неймар не болып жатыр жалпы? Шығады скоро. Не істейді ол? Бір шықты ғой, нормально көрсетті. Для раздевалки дейміз ғой. Для раздевалки болып білмеймін. Неймарды мен ешқашан раздевалканың андай бір ох жігіттер Жоқ, деп көресің қазір 8-де. жиналыңдар дейтін адам емес та, осы что-то Неймар керек. покер ойнаймыз ба? Кс ойнап қайтайық та дейтін адам ретінде көре аламын ше. Жоқ, бәтта оны білеміз, бәтта Неймар әр Бразилиядағы ойыншының кумирі ғой. Ол енді рас. Ол енді рас. Әр сұхбатта Бразилияның ойыншысы менің кумирім Неймар. Бізге енді біз кішкентай кезімізде енді Рональдиньо, Роналдо болды зубастик. Олар енді оны жұлдыз болып тұр да. Қазір Неймар келіп, ей, Винисиус, сен прессингісте Бразилияға әлем чемпионатына алып келесе, ол ойбай көтін жыртып ойнайды. Ондай шапалақтап тұр ойнайды ғой енді. Жоқ, керек кезде Неймар шығады, уайымда. Мына жерде мысалы Жапониямен болған кезде көрсетеді өзін әлі уайымдамасай. Кем дегенде стандарт эпизодтар, нелер, мысалы шықты ғой топтық кезеңде нормально маған ұнады. Мына жерде Мартинелли қаһарман болып кетті. Сол Карло Анчелотти негізі сол жағынан өте мықты бапкер. Ол білет қай кезде кімді шығарып, қандай неге. Чуйкасы да өте мықты, және ойын қалай болып жатқанын, қай позицияда кемшіліктер бар, сондай нәрселерді өте тауып алатын бапкер. Бразилия енді ұзаққа барады деп ойлаймын мен, жалпы енді сеткасында тым қиын емес қой. Норвегияны өтіп алса. Норвегияны өтіп, ары қарай Норвегиядан все-таки мықтырақ деп ойлаймын мен. Иә. Норвегиядан мықтырақ. Бұл жерде маған енді тағы да бір өзім жақсы сүйіп көретін тегетірес Холланд пен Биг Габи. Екеуі Сити мен Арсеналда жүрген кезде қырылып, бірін жейдесін тартып, шортайларына жабып, соны тағы да көрем деп кәдімгі бүйтіп отырмын. Одан қасынан анау кеше видео шықты ғой. Винисиус пен Холландтың. Анау цыпочки ма, по-моему? Часпик па, разве? Цыпочки деген кинода анау нені жасаған. Сонда енді Холландта тролльдің көкесі ғой қазір. Винисиусқа давай осын қайтылайық дегендей. Шынымен де қазір осы әдем ойындардың бірі ғой, бір рахаттанып көретін. Холландтың егерде шынымен де осы әлем чемпионатында Норвегия ұлттық құрамасы қазір одан қалса хайпта жүр ғой. Ана рю деп ше, жанкүйерлер бір бөлек направление беріп, Бразилиядан өтсе, ары қарай Норвегияны тоқтату қиын болып қалатын сияқты. Себебі мынау сенімділік болып кетеді. Англия қарсы ар жақта ойнап қалуы мүмкін ғой енді. Бірақ все-таки качествосы жетпейді деп ойлаймын. Норвегияның. Фаворит Бразилия ғой. Англия, Бразилия болып тұр ғой. Ең басты бір көретін қызық бір ойын сол бізге болып тұр. Ремейк 2002 жылдың ремейкі. Енді осыған енді Англияға өссек, Конгамен қиын ойын болды негізі. Англия өте нашар ойнады деп ойлаймын. Өте нашар ойнады. Андай болды. Бұрынғы британский футбол из 90-х болды. Барасың, флангтан көтересің, ан жерде енді Бейлингін бір-екі рет тепті, вратарь енді білмеймін, ана қанша Гавардың запасный вратарь 33-тегі өмірі бір нормальный ойын көрсетпеген ойыншы. Енді мен айтып кеткенмін, ана шығарымда Колумбиямен де сондай ойын көрсеткен, негізі керемет ойын көрсеткен. Сеткада енді білмеймін, реакциясы өте мықты. Пассима? Иә. Өте мықты ойын көрсетті, бірақ та Англияда бір не болған жоқ ондай ше? Мысль дейді ғой енді бір. Мысль болған жоқ, бірақ Харри Кейн бар. Сенде Харри Кейн болған кезде қатты бір мысль керек жоқ. Керек кезде қосылады. Негізі, ұлттық құрамаларының футболы сондай, жеке шеберлік қатты нәрсе шешеді. Өйткені енді бұл жерде клубтар сияқты сен андай күнделікті жаттығумен ойынын өзгерте алмайсың. Бұл жерде кәдімгі сол жинап келген багажын өздері көрсетеді футболшылар. И әрине сол топ ұлттық құрамдарда сол Кейн сияқты қазір байқап отырық қой, мынау осы әлем чемпионаты кәдімгі дәлел кез келген жаңа сүрмелген топтарында Месси, Мбаппе, өңшең әр өз құрамдарының үздіктері, Холланд, жаңағы Кейн дейтіндер. Сондықтан бұл жерде Англия сол жалпы команданың качествосына қарата не істеп отыр. Бірақ мен негізі сол Тухельдің планын түсінбедім. Өйткені ол өзінің ойынын қоям, битем деп настаивать етті да, мына жерде байқалып отыр, неге тренд жоқ мысалы. Сен аласың 10 қапталға шығаратын футболшы жоқ та, сен аласың Деклан Райсты қоясың. Деклан Райс дейтін нәрсесі сол кросс жазы. Сен онда трендті алып, соны шығара салмайсың ба деген нәрсе. Больной ма? Біздің тұрақты көрермендер неге дейді екен трендті сұрап отқанын біледі. Жоқ, Хендерсон мысалы неге қажет Хендерсон? Хендерсон андай түсінікті жатып қой, енді ол да жаңағы раздевалка дейміз, авторитет. Бұл андай болып тұрды, менді бір түсінбейтін жағдай, неге тренд емес,
неге Чалоба деген да? Livramento сынып қалған кезде Чалоба неғып жүр? Аласаш, құдай-ау, помирись с этим человеком. Айт. Негізгі құрамдағы ойыншы енді Рис Джеймс қой. Рис Джеймс жарақат алып. Рис Джеймс жарақат, Livramento жарақат шақырса Трентті. Онымен келісемін енді. Чалобаны ол вообще басқа. Не үшін алды? Чалоба мен түсінбеймін, ол орталықта ойнайтын адам ғой. Челсидегі браты ғой. Сол үшін шақырған шығар. Жоқ, Англияны қарайтын болсақ, осы әлем чемпионаты 8 гол соқты. Соның 6-ын екінші таймда соққан. Мадуэке қатты сенген. Мадуэкен ғой, Саканы отырғызып Мадуэкен неғып. Сол үшін де қазір Англия бір андай сияқты, бірінші тайм көріп алайық деп, екінші тайм сәл қосып жатқан сияқты. Енді ол қиын айт, өйткені мысалы бірінші таймда Ян Виса штангаға емес, гол соққанда не болады деген сөз ғой. Ол жерде гол соқты 2-0, ол жерде шығаратын ойын емес ау, ана жерде алып шықпайтын еді. Конго толығымен жатып, енді көрдік, енді физикалық жақтан шаршап қалды, ана навестер өте бастады. Енді Решфордқа сөз жоқ енді, ана ойыншыға қалай Барселонада ойнаған ойыншы мен түсіндім. Неге олар сатып 30 миллионға алмаймыз, біз лучше Гордонды 80-ге аламыз деген. Өйткені бір момент болды да пас береді. Ана мен бар дворовой футболды үстіп топсайсың ғой. Былай өткізіп алады. Сондай моменттер болды ғой. Анау Решфорд енді екі ойын қатарынан. Сөзім жоқ ана ойын. Бір ойын нормально, бір ойын андай сәл. Решфордтың сол бір мықты деңгейге шықпағанды көрсеткіші ғой. Нестабильный. Гордон шықты, 2 ассист еді. Енді түсінемін, тоқта негізгі кейін гол істеп берді. Бірақ та сол кезде Ян Виса гол соғып кеткен кезде, білмеймін, ана бір Англия мы бы разогнались деген темасы өтпейтін еді. Сосын Конгоға сәл, Англияға сәл не повезло, өйткені Конго ұлттық құрамасының ойыншылары көбісі ағылшын футболымен таныс. Олар қорықпай шықты. Негізі көбісі Садики дейтіндердің бәрі. Англияда туылғандар. Ван Бисака дейтіндер, олар андай не пір тұтпайды да жаңағы футболшылар. Решфорд екеуі бір көз тұға. Пашолай дейді, бала кезінде Месси жеп жүргем дейді ғой. Енді осы ойынға қарап, енді білмеймін, Англия бір фавориттерінің басты бір фаворит деп айтылуы қиын болып тұр енді. Өйткені Конго да ол. Конго өйткені атакада да істеп берді, шабуылдара өз ойын көрсетіп берді. Ана левый вингер гол соққан Испанияның 2-ші дивизиондағы ойыншы. Ол бәріміз қанша жыл айтып жүрген Англиядағы басты бір мәселе ол голкипер болып тұрған. Пикфорд негізі стайтын гол ғой, ближний уголға тепкен жерінен өткізіп алды. Келесі кезде Англияның кім қарсыласы? Мексика өз отанында, өз жерінде, Ацтекада қазір Мексиканың шабуылы да қорғанысы өте жақсы деңгейде болып тұр. Осыған қарап, білмеймін, Мексика өтіп кететін сияқты болып тұр да. На моральный составляющих дейді ғой енді. Енді жаңағы қысым анау болуы мүмкін, бірақ енді ол қысыммен де ағылшын футболшыларын қатты қорқытамайтын сияқтысың. Себебі оларды өздерінің екі чемпион Европа жеңілген ол да бар, жанкүйерлердің қысымы бар, прессасының қысымы бар. Ағылшын футболшылары жалпы сол 5 жастан қысыммен өсіп кететін сияқты. Қызық ойын болады. Қызық ойын болады, өте тартысты ойын болады, бірақ енді Англия. Ол жерде енді бір 51-де 49. Мен бірақ Англия сол бір доп времядан алып кетеді ау деген ой болып тұр. Мүмкін. 2-1 бір бәле солай шығып кететін шығар келесі кезеңге. Так, енді бір соңғы ойын айтпайық, тез бір кішкентай сенсация болған сияқты енді Голландия Марокко ойынына. Енді біз білеміз, Голландияны қорғанысына қарадық, өзіміз не деген бұл керемет қорғаныс ойладық. Ван Дейк бар, Ван де Вен бар, Ван Хекке деген сияқты, Думфрис. Атакада негізі шабуылда жақсы бір аттар шыға бастады. Броби да Сандерландта керемет сезон көрсетпесе де осы әлем чемпионатында жақсы ойын көрсете бастады. Саммервилл Вест Хэммен ұшып кеткен керемет ойын көрсетіп, мен 60-70 миллион тұратын ойыншы деген сияқты бір дәлел көрсетті. Бірақ соңғы қарамастан Марокконы ұшып кетті. Марокко деген соңғы қарамастан қиын енді айту. Марокконың да құрамасы мықты, ойында мықты. Осылай бір теңбе-тең ойнап, пенальтимен ұшып кетті. Осы ойынға қарап Мароккода қазір андай ғой, Марокко федерациясын бұл жерде мақтау қажет. Себебі мынау енді көптеген жаңағы кетіп қалды ғой Мароккодан. Мароккалық түбі бар ойыншылардың барлығын жинап айтыр. Сол Брahim Диас сияқты басқа да ойыншыларға паспорт беріп, осы соңғы әлем чемпионатында да Марокко бүкіл әлемге қаратқан еді ғой. Және мынау осы ойыннан кейін де тоже біреудің бір журналисі, по-моему, неміс па, жаңа қайтадан барып әке-шешесімен тойлап, жаңа сәждеге жатып жатқаннан кейін шынымен де осы моральды, отбасылық құндылықты бізге үйренеміз. Біз бұларға футболды үйреттік, бұлар енді бізге өмірлік дүниені үйрету керек дегенде айтқан болатын. Марокконың қазір құрамы мықты, себебі әрбір позициясына қарасаң, шынымен Европада ойнап жүрген жігіттер
Буадидің өзіне де мынау 18 жастағы балаға Кастити қызығып жатыр, Мареска Сен кәдімгідей 90 миллион деген сөз алып болды. бер деп кәдімгідей сұратып жатыр дейді. Одан қалса енді бір прикол бар. Францияның ойыншыларын қойып қойыпты да, и Марокконың ойыншыларын қойып қойыпты. Глобальное потепление, оказывается, все-таки есть деп. Еуропада күн ыстық болып кеткен. Африкада наоборот адамдар ағарып жатыр да. Сол сияқты Марокко білмеймін. Нидерландыны маған өткен сенсация болған жоқ шынымен. Себебі енді соңғы әлем чемпионатының 3-ші орын алған командасы ол Нидерландыны өту керек қой, себебі сен соңғы әлем чемпионатында көрсеттің, әлемдегі 3-ші команда екенін. Сосын 6 айдан кейін финал біткеннен кейін Африка кубогын жеңімпаз атандың. Қатты бір сенсация деп Ресми түрде. Қатты бір сенсация деп айта алмаймыз, өйткені қазір FIFA рейтингінде де жоғары тұр, бір сап жоғары болып тұр. Сондықтан негізі бұл ойында 50-50 деп ойлаған, бірақ Нидерланды сәл мықтырақ па деп едім. Жоқ, Марокко ойменен жеңіп кетті ғой. Марокконың тәжірибесі де бар екенін дәлелдеп отыр да. Олар қазір болса ұлттар кубогында да плей-офф кезеңін жақсы не істеп жүрген, финалға дейін өткен әлем чемпионаты бар. Мына жерде де өзінің сол тәжірибесін көрсетті. Одан қалса сол жаңағы шешуші екінші тайм соңында соққан Иса Диоп өмір бақи біз екеуміз ойын жүргізіп жүргенде айтшы, Иса Диоптың жанында Францияны жала отырады. Мен де сол түсінбей қалып, Иса Диоп па? Иса Диоп болса қаққанды, ей деген соғы сен француз едің ғой көке деп. Ойладым бір одна фамилиясы күнде не өсіріп алған ғой, сақал өсіріп алғанша. Диоп өмір бір Вест Хэмда, Фулхэмда жүретін ойыншы еді бір Франция қасында. Керемет селекция дейміз ғой. Жоқ, айтып отырмын ғой, сол федерацияның, Марокконың бұл керемет жұмысы, әйтеуір бір қатысы бар, арқатасының бір кейде Үйтіп бір генетиканы әзер тауып алған бір жесі бар. Тауып, соны командаға шақырады. Иса Диоп үшін мысалы бұл мүмкіндікті шамамен жасы 30-ға келіп қалған жігіт. Әлем чемпионатына шақыртылмаған. Исаға Марокко айтады, кесе бізге дейді. Сен келесінде герой болып болса қалсын, сол үшін де енді андай ғой, любой ойыншы әлем чемпионатына ойнағысы келеді ғой. Сол сияқты мүмкіндігінен молодец, қолданды кәдімгідей. Енді келесі раундқа өтіп кетсек, тез осы жұптарға өз ойларын айтып кетсең, кімдер өтеді деген сияқты, кім жеңімпаз болады. Енді бұл жердегі интригасы жоқ пара дейік, содан бастайық. Франция, Парагвай. 3-0 ғой. Франция жеңеді деп ойлаймын. Счет айтып кетсеңдер, қалай ойлайсыңдар счеттар? 3-0 менде. 2-0 дейінші. Қорғаныстар мықты. Келесі енді Канада, Марокко болып тұр бізде. Канада енді қайтадан өз алаңында мынау әлем чемпионатын қабылдап жатқандар биыл бір жақсы ойнап, бір дайындалып жүр ғой. Бірақ десек те Марокко 1-2 дейікші. Марокко жеңеді. Мен овертаймға өтеді деп ойлаймын. Ары қарай енді білмеймін. 1-2 сол. Скорее всего, Марокко. Енді басты вывеска Португалия, Испания. Қиын енді бізде көп бақпады енді бір қысқа айтып кетсеңдер. Өте қиын негізі, бірақ білмеймін, все-таки Испания өтетін сияқты енді. Португалия 2-1 деп жатырмын мен. Мен Испания 2-1 дейінші. Енді мен баспен енді Испания жеңеді деп ойлаймын, бірақ жүрекпен Португалия жеңеді деп ойлаймын. Португалия болдық қой бәріміз. Келесі қызық бір ойын болып тұр. Енді тең командалар США, ақш пен Бельгия. Мен бұл жерден ақштың бүкіл ойынын топтық кезеңде көрдім. Мықты. Себебі сияқты болған кезде әр тесіктен көрсетіп жатады кәдімгідей. Көрмеуіңе вариант қалдырмайды. Бельгияның, по-моему, 2 ойынын көрдім. Бірақ Бельгияның қазіргі бір нашар ойнап жүргеніне қарағанда мен ақш өтеді деп айтайыншы. Жалпы ақш өтеді. Есеп айтпақ қойын. Мүмкін пенальти, мүмкін экстра тайм. Бельгия 2-1 деп отыр. Мен де ойлаймын, бір ақш өтеді сияқты. Енді мына бетке көшсек, Бразилия, Норвегия. Бір гол көп ойын болатын сияқты, 3-2 Бразилия дейікші. 3-1 Бразилия. 3-1 Бразилия. Келесі ойын жаңағы айтып кеткен Мексика, Англия. Сенсация бола ма, болмай ма? Мен енді бұл жерде никак Англияға қарсы шыға алмаймын. Челсидің ойыншылары бар деді. Жоқ, Челсидің емес, жалпы негізі бүкіл әлем чемпионатында Еврода Англияға жанкүйер боламын. 1-2 Англия дей салайықшы. Мен де бұл жерде де экстра тайм болатын сияқты. 1-1 жалпы уақыт. 1-1 ары қарай кім өтеді. Мен айтып кетейін, бұл жерде бір Мексика жеңген сияқты ойлаймын. 2-1 доп времяде өтіп кетеді сияқты. Соған сенемін. Келесі ойын бізде енді қиын болып тұр. Енді бұл жерде бірдеңе айтып. Аргентина, Мысыр болып тұр. Енді өздерің ойлайық. 4-0 емес енді. Кабо Верде гол соққан кезде Египет гол соғады. Мармуш, Салахтар. Бір веселый ойын болсын, 3-1 болсыншы. Жарайды, келсем мен де. И енді өз континенттардағы бір середняктар дейміз ғой енді. Швейцария, Колумбия. Бірақ енді осы ойын шынымен де
2-2 дейін де сосын доп времяда шешілсін дейікші. Потому что қызық ойын болған Иә. андай одан қалсаң Бұлар 0-0 болып қалуы мүмкін, 2-2 болып қалуы мүмкін как негізі. пойдет қой. Как пойдет, аха. Алғашқы 15 минут қалай болады соған байланысты. Иә, мен де келсем, жарайды 2-2 гол көрейікші. Голдар көп болып отыр ғой негізі бұл әлем. Рекордты бұзады ғой. Ойында көп. Ойын санда фига ғой. 101 бәле ойын. Енді мен ойлап кетейін, бұл жерде Колумбия жеңген сияқты деп ойлаймын. Енді Колумбияның ойына қарап 2-1 деген шот болады деп ойлаймын. Енді келгендерің үшін жігіттер осы ойлармен бөлістеріңіз үшін үлкен рахмет. Не дейміз енді? Келесі раундта кездескенше бәлкім тағы да бір талқылап, Аргентина ұшып, Португалия финалға жеткен бір керемет шығарылым болады деп ойлаймын енді үміттеміз. Аргентина мен Португалия екеуі де финалға жетсе, ең қызықтысы ол. Қойсыншы, Екеуі де финалға жетсін. Криштиану хэт-трик істеп, Месси дубль істеп, счет 3-2 болып Португалия жеңіп, сондай бір керемет өмірімдегі көрмеген бір сценарий болып, мен әр выпустан соны айтамын, әр выпустан өйстіп аумин деп кететін бір. Осы кезде бүйтіп Мбаппе мен ойласа кеп, брат, оян демей ма? Енді жүрекпен сеніп отыр. Енді әдеттегідей біздің көрермендерге өз ойларыңызды бөлісіп кетіңіздер. Комментарияға осы топтарда кім жеңімпаз болады, кім гол соғады, және осы әлем чемпионатының жеңімпазы кім болады? Сіздермен болған мен Арслан, Әлімжан және Дидар. Келесі шығарымда кездескенше сау болыңыздар, лайк басыңыздар. Дәс.